Кеш дәулетті оқырман, сағат 22:00 Қазақстан уақыты, тікелей эфир. Кеше бүгін айтқандай жалпы қаржылық сауат төңірегінде қойылып жатқан сұрақтарын бірсыпырасын жинақтап алып жауап беру мақсатында эфир. Одан кейін Әсел Жарасқалиқызын шақырып отырмын. Қаржыгер, почти 30 жылдық тәжірибесі бар маман. Сәлем, жиналып алыңыздар. Таныстарыңызға да эфирді жібере отырыңыздар. Жақсы өздеріңіз. Әсел ханымға мен запрос жібердім. Сәлем, әлем. Әсел Жарасқалиқызы, қайырлы кеш. Қалайсыз, амансыздар, қайырлы кеш, деймін қауым. Аман есесіздер ме? Дауыс жақсы естіліп тұр ма? Иә, жақсы естіліп тұрмын. Сіз естіліп тұрсыз, иә, мен сізге қалай естіліп көрініп тұрмын ба? Жақсы, өте жақсы. Дәулеттің оқырмандары да өз сияқты тынымсыз білім алып, тынымсыз оқып, көріп, керемет тікелей эфирда деймін халыққа өзіміз мүмкіндігінше пайдалы болуға тырысайық. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Қазір мен мына жерге бүйтіп қояйын. Ақша, депозит, бизнес па, әйтеуір осы тақырып төңірегінде. Оқырман, тұсаукесер сұрап жатырсыздар, енді жауап берейінші, өйткені қаржылық сауаттан бөлек көп келетін. Тұсаукесер, енді оптом тұсаукесер айына 1 рет болып отырады. Алдағысы сәуірдің бір ортасына таман шілдеге жазылып жатыр. Білмеймін, енді қыркүйек, қазан, қараша, енді Машалла. оғанға дейін жаңағындай әр ай сайын ғой, енді сол жерде сториске салынады хабарландыру, қарап жүріңіздер деп айтқым келеді ғой. Жалпы бүгінгі тақырып, жалпы осы тікелей эфирге арқау болған Әсел Жарасқалиқызымен болған сұхбат десек те болады, YouTube каналда бар. Көрілім қанша? 100 мың қазақ көрді ғой дейме кемінде? 103 мыңнан асып кетті. 103 мыңнан. Сол жерде біз қаржылық сауат жайлы, ақша коды, психологиясы жайлы көптеп айтқан болатынбыз. Енді Әсеке ханымды біз қанша, скоро 10 жыл болады енді таныстығымызға. Біз отбасы банкпен ол кезде Жилстройсбербанк, соны естеріңізде болса Дана Нұржігіт ханыммен айтып бастағанбыз. Сөйтіп біраз аудиторияға енді мынау орысша айтқанда финансовая грамотностьті біз қазақ тілді ортаға айналдырдық десек те болады. Қазақтардың қаржылық сауатын арттыруға үлкен үлес қосып жатырмыз десек те болады. Және де оның барлығы үлкен еңбек, бірден бола салмайды, барлығы уақытпен келеді. Біреу сенеді, біреу сенбейді, біреу күмәнмен қарайды. Бірақ сол тиынын теңге қылдырып жинаған адам бәрібірде соңында нәтижесіне жетеді деген ойдамын, иә. Мына жерде біреулер алып жатыр, аламаңыздар, менімен жеке байланысты отырған жоқсыздар деп айтып айтпасайтын бар арасында. Жалпы Әсел Жарасқалиқызы, мынау көп келіп жатқан сұрақтар, енді сіз банк саласында сол әсіресе жаңа айтқанда Жилстройсбербанк үйді инвестиция ретінде көру қаншалықты дұрыс, сіздің пікіріңіз қандай жалпы? Мен бәрін айтам ғой, үйге ақша жина деп. Енді қазір 7-20-25 негізгі бағдарлама, наурыз бағдарламасы бар. Осыған байланысты сіздің пікіріңіз. Одан кейін мынау долларды да көп адамдар сұрап жатады. Жалпы коммент өшіріңізші, сол қалай өшіретін білмей отырмын, уже ұмытып бара жатырмын эфирді десең. Жиірек кіріп тұруыңыз керек қой, ұмытпас үшін. Жоқ, мен мына бір телефоннан ба деп те тағы ойлап қалдым. Айта беріңіз. Инвестиция дегенге жалпы сіздің біреулер инвестиция емес дейді, ол үй алу далбаса нәрсе дейді. Мен айтам, менің түсінігімде үй бәрібірде ол инвестиция біздің қазақтың психологиясында. Сіз не дейсіз? Енді басқаша санмен көрсетек, негізінде көбінде біз сенбей жатамыз ғой, сөзге сенбейміз, біреудің берген мотивациясына сенбей жатамыз. Оның бәрі әр азаматтың өзінің жеке жауапкершілігі деп есептеймін. Бірақ дегенмен
қаржылық тұрғыда жылжымайтын мүлік бүгінгі таңда Қазақстанда инвестиция болып саналады. Оны ең бірінші сөзбен емес, аналитикамен дәлелдеуге. Егер соңғы осы 20 жылдықта қарайтын болсақ, жылжымайтын мүліктің бағасы әр уақытта өсіп отыр. Мысалға 2021 12 миллион, 8 миллион тіптен басталған Алматы, Астана қаласында 8,5. Астана соңғы кезде Астанадан кейін тіпті беріле 2019 жылдары бір бөлмелі пәтер Астана қаласында 8,5 миллион теңге болатын. Қазір егер құрылыс компанияларға барсаңыз, бір бөлмелі пәтердің бастамасы 14-15,5 миллионнан басталады. Сондықтан осыған қарай отырып, жылжымайтын мүліктің бағасының өсуін білуге болады. Және де ол статистикалық тұрғыда көрінген. Одан кейінгі мысалға Қазақстанда біздің инфляциялық деңгейі өте жоғары болғаннан кейін, және де мына ипотекалық көздер арқылы жылжымайтын мүлікке қол жеткізу мүмкіндігі бар. Яғни қазақтың байуы өз қолында. Біріншіден, ол үшін не керек? Ол үшін дұрыс ақпарат керек. Ол үшін іздену керек. Бір күні банкке барып, біреу саған болмайды десе, болмайды екен деп жүре бермеу керек. Үшіншіден сұрау керек, төртіншіден іздену керек. Сол іздену арқылы, ақпаратты жинау арқылы кез келген азамат алғашқы жарнасын жинай отырып, бүгінгі таңда мүмкіндіктер өте көп. Арендный жильодан бастап, коммерциялық жильоға дейін, коммерциялық тұрғыда алып сатып, коммерциялық жильо алса да, ипотекалық үй алса да, барлық мүмкіндіктер қамтамасыз етілген. Жылжымайтын мүлік бүгінгі таңда инвестицияның негізгі тұғыры деп айтса болады. Неге десеңіз, басқа біздің сенетін нәрсеміз жоқ. Мен өзім қанша жерден қаржыгер болсам да, мен өзім көзім көрген, аналитикалық тұрғыда дәлелденген, және де саны бар, бүгінгі таңдағы тәжірибе бар дүниелерге ғана мен сене аламын. Егер кез келген қазақ азаматы, мен өсем, өнем, байым, қандай да болмасын, ақшамды жинайын, бар ақшамнан айырылып қалмайын, бар ақшам өзінің құнын жоғалтпасын деген жағдайда міндетті түрде жылжымайтын мүлік алуы қажет. Жылжымайтын мүлікке жету мүмкіндіктері көп. Ол әр азаматтың өзінің ізденуіне, тағы да басқа дүниелерге байланысты. Тағы да жылжымайтын мүлік жайында айтып кетейін. Жылжымайтын мүлік орташа есеппен бүгінгі таңда тіпті жылжымайтын мүліктен табыс табатын азаматтар да бар. 30-40% кәдімгідей табыстауға болады. 30-40%. Яғни сен 20 миллионға сатып аласың үйді, одан кейін бір жылдың ішінде 25-28 миллион теңгеге сатып жүруге болады. Сондықтан жылжымайтын мүліктен басқа бүгінгі таңда бір тұйық жүйе көріп тұрған жоқпын, тұйық зат көріп тұрған жоқпын. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, реклама көп жүріп жатады, акция ала қалыңдар, облигация ала қалыңдар деп. Бизнес тұрғыда өзіңіздің ақшаңызға бизнесмен ретінде қарауыңыз керек. Кез келген азамат өзі түсінбейтін нәрсеге ақша салуға болмайды. Жылжымайтын мүлікті түсінеміз, көзіміз көреді, документ оқи аламыз, тексере аламыз, қарай аламыз, мүмкіндіктерді қарай аламыз. Сондықтан егер сәл ақшаларыңыз бар болса, алғашқы жарнаны жинап, кез келген жақсы үйлерді алуға ұсынамын. Сондықтан жылжымайтын мүлік байын деген азаматқа, сәл ақшамды жинаймын деген азаматқа бүгінгі таңда инвестиция ретінде арендаға тапсырсаң, жалға тапсырсаң, табыс көзі болады. Ертең қартайғанда қамсыз кәрілігіңді қамтамасыз ет, тұрсаң үй болады, тұрмасаң ақша болады, сатсаң да қомақы бір ақша жинай алатын мүмкіндігіңіз бар болады. Сөзіңіздің жаны бар, өйткені мен бірінші үй, екіншіде үй ал деп айтамын да елге. Одан кейін барып жайлап демал, шетел көр, жаңадан идея алып кел, бизнес басса. Тіпті ол бизнес болмаса да, хотя бы коммерческий помещение ал деген секілді қосымша табысқа жетелеп айтасың ғой, мысалға. Өйткені ең алғаш енді мастер-классты мен 2019-18-де бастаған кезде мен айтатынмын, Алматы, Астана қаласынан 10 миллионға үй алғыңыз келсе деп, 10 миллионның мысалында келтіретінмін. Бір бөлмелі үйдің мысалы деп, бірақ 10 миллион ол кезде, солай бір не болатын андай. Көп ақша сияқты ол көрінді ғой. Көп ақша, одан кейін үйлер де болатын. Қазір міне арада 7-8 жыл өтті, 10 миллион дейтін сіз бір бөлмелі үй ала алмайсыз. Астананың өзінен таппайсыз 10 миллионға, мысалы 20 миллион кемінде. Алматының өзі 25-30 миллионға шығып кетті бір бөлме. Ол айналып келген кезде ақша қанша құнсызданса да, ол өзін керісінше құнын жоғалтпайды. Одан кейін біздің қаншама адамға осы уақытқа дейін мен консультация бердім ғой. Сол консультация берген кезде менің бір түсінгенім,
әйтеуір қазақта үйі болса да, баласын алып қоюды армандайды. Екінші балама, үшінші балама, тіпті мынандай азаматтарды білем, ол баласын бәрін үй алып тастағанда, бірақ одан кейін уже немерелер шыға бастаған. Сонда біздің түсінікте, немесе бізге ана бір көшпенді халықтың несі ауыр тиді ма көшіп қонып жүргеннен кейін, сол әсер ете ма гендік тұрғыдан. Бірақ біздің қазақ қайтсе де сол үй алуды армандайды. Армандап нақты мақсат қояды. Бізде ғана бетіміз қайтып қалған халықпыз ғой, бетіміз қайтып қалған. Біреу болмайды десе, соны болмайды екен деп бетіміз қайтып қалып жатады. Сондықтан болмайтын нәрсе жоқ. Мысалға, бүгінгі таңда егер өзіңіздің шалғай жерде үйіңіз болып жатырса да, мысалға, үйіңізді сатып, бұған басқа бір отбасы банкқа депозитке салыңыз, немесе ақшаңызды долларға айналдырып жинап қойыңыз. Шалғай жерде жүрсеңіз де, қалаға келгіңіз келсе, үйіңізді сатып, өзіңіздің атағыңыздан шығарсап, 5 жылдан кейін сіз кез келген мемлекеттік бағдарламамен ала аласыз. Одан кейін осы жөнінде біздер подкаст түсірген болатынбыз. Мына жалпы мемлекеттік бағдарламаны білетін адам ұтымды пайдалана алады. Менің өзімнің кейстарымда қалаға келіп, бұрында үйі болсын, ауылда шалғайда үйі болсын, жаңағы тастан салынған үй болса да, сол үйлерін сатып, 5 жыл өзінің кезегін күтіп алып жатқан адамдар өте көп. Және де бүгінгі таңдағы наурыз бағдарламасында тіпті сіз студент балаңызға да, стипендия алып жүрген студент балаңызға да үй алатын мүмкіндіктер бар. Сондықтан мына көзіңізді жаңағы ашықтығын өзіңіздің іздену арқылы, әр уақытта іздену. Одан кейінгі ең негізгі нәрсе ол ақша жинау мүмкіндігін қамтамасыз ету. Бізде бәріміз көзімізбен, ойымызбен армандаймыз, мақсат қыламыз. Бірақ әрекетіміз аздау болып қалып жатады. Ақша жинай алмай қалып жатамыз. Сондықтан дүйім халыққа айтарым, алғашқы жарналарыңызды жинаңыздар. Мына көптеген рекламалар жүріп жатады қазір. Алғашқы жарнасыз үй алып береміз деген. Бірақ ондай бағдарламалар негізі алғашқы жарнасыз бағдарлама жоқ. Кез келген жерде жоқ дегенде тіпті мемлекеттік бағдарламалар аясында 10-20% алғашқы жарнаңыз болу керек. Ал алғашқы жарнасыз деген ол сізге үй алып беріп, бірақ одан кейін алғашқы жарнаңызды тұтынушы несиеге алып беріп жатады. Сондықтан бәрібір бір адамның басында 2-3 несиемен қалып жатады. Тіпті менде мынандай кейстер болып жатты. Бір азамат жаңағыдай сол рекламаға барады, табыс көзіңізді растамайсыз, алғашқы жарнасыз үй алып берем деп. Әрине, шаршаған біздің қазағым бір үйден жалға жүру өте қиын ғой. Барады, бір бөлмелі пәтерді алады. Ол бір бөлмелі пәтердің үйі бүгінгі таңда бағасы қымбат, ремонтталған, бағасы өсіп кеткен үй. Сөйтіп, ипотеканың 450 мың теңге, одан кейін үстіне 230 мың теңге екі тұтынушы несие бұл балаға оформить етпеді. Сонда бір бөлмелі пәтердің құны 650 мың теңге, 680 мың теңге. Бұл не деген баға деймін да бүгінгі таңда. Сондықтан қазір сауаттысыздар ғой. Көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз кең, қазір ақпарат көп. Сол алғашқы жарналарыңызды жинап, асықпаңыздар. Біздер басқа уақытта жайбарақат жүреміз де, эмоцияға берілген кезде кез келген рекламаның құлы болып кете батамыз. Сондықтан алғашқы жарналарыңызды ай сайын жаңағы жүйелі түрде жинауға шақырамын алғашқы жарнаны. Алғашқы жарналарыңызды жинап, арзан ипотекалық бағдарламаларды алыңыздар. Одан кейін мысалға мынандай рекламалар тағы да болып жатады. Осындай тиімді ипотека тезірек ала қал. Біз сізге жаңағы табыс көзіңізді растамай үй алып береміз дейді. Бүгінгі таңда табыс көзін растамай, енді көбінде табыс көзін растамай алуға болады. Неге десеңіз, қазір көп банк, бір 90% банктер сіздің жаңағы шотыңыздағы оборот бар ғой, мысалы выписка по счету болады ғой, шот үзіндісі, соны көрсете отырып, қазір пенсионкасында үйлер беріп жатыр. Жаңағы ипотеканы дәлелдей аласыз, сіздің жаңағы төлем қабілетіңізді растай аласыз. Сондықтан алдын ала алғашқы жарнаны жинау, одан кейін табыс көзін растайтын болсаңыз, табыс көзін растау аясындағы құжаттарыңызды реттеу, кредитный историяларыңызды дұрыстау. Кредитный историяда қазір көбінде мына отказ беріп жатқан кредитный историяда бірде-бір қарап жатырған ол ломбард пен микрокредиттік компаниялардан
несие алу, ломбардқа алтын тапсыру. Мысалға, сіз келе жатырсыз да бір алтын тауып алдыңыз, немесе бір алтын сырғаңыз, немесе сақинаңыз бір бұзылып қалды, немесе сынып қалды деген сияқты. Ломбардқа тапсыра салдыңыз. Ломбардқа барған кезде дұрыстап келісіп айту керек. Ломбард, мен бұл алтынды саған өткізіп жатырмын. Маған анандай қайтаратын, үстіне процент төлейтін қылма, мен саған өткізіп жатырмын деп. Немесе мына кез келген базарда, оның ішінде Алматыда базарда, зеленый базарда, көк базарда және де барахолкада алтынды скупка золото сондай бар, сондайға тапсырыңыздар. Шауып барып, жарайды, мынаны бір ғана сырға қой деп тапсыра салып кетіп қалсаңыздар, ертеңгі күні қазір ломбардтар өздерінің алтындарын тапсырып, сатып алмаған азаматтардың тізімін кредитный бюрода көрсетіледі қазір, бүгінгі таңда. Бірақ бүгін жаңағы ломбардтардың көбі жаңағы жүйелі сет болмаса, көбіне ломбардтар бермей жатады ақпаратты. Бірақ заң бойынша ол мемлекеттік бюроға өткізу тиісті. Бүгін бе ертең бе барлық ломбард соған көшеді. Бүгінгі таңда біз қарап отырсақ, 2000 клиенттардың 2023-2024 жылдардағы, тіпті 2022 жылдарда бүгінгі таңда ломбардтың алдында борышкер ретінде болып көрініп тұр. Ол бірден бір отказға соғады. Сондықтан алтындарыңыз тапсырылған болса, жабатын болса, жауып, жаңағы сатып алатын болса, сатып алып, сондай дүниелердің барлығын реттеп, кредитный историяларыңызды реттеп, кез келген үйді алып, котлованан аласыз ба, әлде дайын үйді сатып алып, енді ипотеканың мүмкіндіктері көп қой, ипотеканы үй ретінде де қолдансаңыздар болады, алып сатсаңыздар да болады, ішіне ремонт жасап сатсаңыздар да болады, өздеріңіз қарайсыздар. Жаңа ізденіс дегеннен ой туындайды, іздену керек негізінде. Жан жақты ізденіп, қарап, салыстырып, мысалы кеше менің сторисінде бір оқырман жазыпты да, бір МРП деген қанша теңге дейді де. Енді дәл сол нәрсені негізі менен сұрамай, Әсіл Жарасқалиқызы, Google-ға терсез, бірден шығатын нәрседе бір МРП қанша биыл 4325 теңге деп, иә. Ол маған жазған, енді менен ответ жоқ. Сосын, жазған екен, менен дайрект қарап отырсам. Енді менің көп хат келіп жатады ғой. Сосын, артынша бүгін жазатты, өзінше болмай жаңағы сұрағыма жауап бермейсіз ба дейді. Бір МРП қанша дегенді соны менен күтіп, соны жаңағындай өзінің нервісін құртып, артынша негативін шашқанша, Google деген нәрсе бар, даже чат GPT деген нәрсе бар да, бір қанша десен 4320, кейбір адамдардың сондай ізденбейді, алма піс, аузыма түс деп жататын азаматтар өкінішке қарай бар да. Сондықтан барлық нәрсе негізі бірінші сіздің нақты қойған мақсатыңыздан, арманыңыздан туады, одан кейін ізденістен туындайды. Әйтпесе, кезінде менде отбасы банктен 2014-те шот ашып, арғарай ізденбесем, мен ешқашан отбасы банктен мысалға 5%-бен табыс көзін растамай, переплата қанша, миллион 296 ма, сондай ғана переплатамен үй ешқашан алмайтын едім, көрдіңіз ба? Және де сол нәрсені мен сіздерге айтпайтын едім. Ол не, ізденістен пайда болып, осындай қарапайым, банктың тілімен үнемі айтамын, халық түсінбей жатады, ал енді соны керісінше қарапайым тілде жеткізіп, шайнап беріп, жаңағындай біреуге мотивация беріп, біреуге жол сілтеп, біреуге кейде ұрсып жіберетін де жағдайлар болады мысалға. Бірақ айналып келген кезде сол сіздің неңізді ояту ғой, жану двигатель, істей алам, қолымнан келеді, мен дәлелдеймін дегенмен жүрсеңіз, ол міндетті түрде жетеді. Бірақ жаңағындай кейбір Google-да тұрған нәрселерді сұрап, білмеймін, мен үшін ол менің миыма қонбайтын нәрсе. Ол сұрақ қойдыңыз, бір сутка ответ күтіп еще маған ренжіп жатсыз да. Ренжіп негіз неден пайда болады? Ожиданиядан пайда болады. Сіз келесіз де өзіңіз бір нәрсе құрастырып аласыз, сосын ренжисіз. Олай болмау керек. Реніш сіздің энергияңызды алып қояды. Энергия ол ақша алып келетін нәрсе. Денсаулығыңыз бар ма, ақша табасыз. Энергияңыз бар ма, ақша табасыз. Энергия, денсаулық жоқ, ақша жоқ деген сөзді. Ол мұн жерде дәулет GPT болып кеткенсіз ғой, сіз барлық сұраққа жауап бересіз де,
Сіз дәулет GPT болғансыз, сіз қысқа нұсқа айтып бересіз, олар соған үйренген. Бұл жерде бұл сұрақтың бірде-бір жауабы жауапкершілік деп ойлаймын. Жауапкершілікті біз біреуге асындырып жібереміз да. Кез келген азамат қаржылық сауатты боламын десе, бай қуатты боламын десе, ол оның ең біріншісі жауабы, ол өзіне алған жауапкершілігі. Мен, мысалға да, өзіме жауапкершілік алам. Өзіңе жауапкершілік алған кезде сен 24 сағат бойы біреудің жауабына тәуелді болмайсың. Жауапкершілік аласың да өзің. Бұл мен өмірім. Дәулет чат GPT-ға керек емес, ол итак біледі оның бәрін. Менің өмірім, маған керек нәрсе деп, ол өзі ынталану керек та. Мына біздің жаңа қазақ десе өзіңе тиеді, мүмкіндігінше айтып беруге. Мен қанша айттым, біз қанша, сіз айтып жатсыз, қанша тағы да мысалға балалар айтып жатыр да. Бірақ сол жердегі ары қарай басын жаңа бастап бердің бе, ары қарай суырып алып, ізденіп, ары қарай әрекет жасап кету керек қой. Сондықтан жауапкершілік, бұл өмірдің жауапкершілігі ешкім кінәлі емес. Әке шешеңіз кінәлі емес, сіздің қандай да болмасын бүгінгі таңда жолыңыз болмай жүргеніне, сіздің жұмыс берушіңіз сізге кінәлі емес. Неге десеңіз, сіз жұмысты дұрыс істей алмай, өзіңіздің жаңағы екпініңіздегі жұмысты атқара алмай жүрсеңіз, мемлекет кінәлі емес. Мемлекет сізге толыққанды бұл дүниеге әкелгеннен кейін сізді басынан аяғына шейін киіндіруге, немесе үймен қамтамасыз етуге парыз емес. Сондықтан жауапкершілікті өз өміріңізді қолға ала отырып, осындай үлкен дүниелерді, жаңағы айтқан энергияңызды шашпай, әркімнен жауап күтпей, жалтақтамау керек та. Ешкімге жалтақтамау керек. Мысалға, мен былай істер едім. Сіз Google-дан сіз қарап отырып, соның жауабын тапсаңыз да, мен тағы бір жерден оны тексерер едім. Мына Google-да дұрыс жазылған ба, дұрыс жазылмаған ба деп. Сондықтан бұл жерде адамға сенімсіздік емес, сен өзіңнің өміріңе жауапкершілік ала отырып, қателеспеу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Ол кішкене бір сұрақтан басталады бұл өмір. Үй жайлы айттық, енді жалпы айналып келгенде сол жарнаны жинауға келеді ғой. Қазір сіз бизнесмендермен көп жұмыс істеп жүрсіз, банкке қарағанда деп па? Деп оқырмандарға бәрін айтсын. Жалпы бизнес бастағандағы қателіктер қандай, Әсел Жарасқалиқызы? Біз нені ескермейді? Бизнесмен кәсіп бастағандағы топ 5 қателікті өзіңіз тәжірибеде көрген айтып беріңізші. Енді ренжімеңіздер, бірақ мен сіздерге айтайын, 23 жыл банк саласында жұмыс жасадым. Мен шағын және орта бизнес, үлкен бизнес кәсіпкерлермен жұмыс жасадым. Және де бүгінгі таңда менің компаниям, консалттық компания, бизнес аудит жүргіземіз. Ренжімеңіздер, бірақ айтайын, кез келген адам кәсіпкер емес. Кәсіпкер болып бұл дүниеге адам дүниеге келмейді. Оның қандай да болмасын, жаңағы өзінің қателіктерін жеңе отырып, өзінің жаңағы өзінің табандылығымен, ізденуімен адам кәсіпкер болуы мүмкін. Кәсіп бастаған кездегі негізгі біздің қазақтардағы проблема, бірінші, бәрін өзім білем деп өз істеп жүреді. Бірінші. Екінші, ешкіммен ақылдаспай, жаңа өзіңнің қандай да болмасын кеңес алмай, өз бәрін білем, өзім шешем деп жүріп, мысалға, әлі бизнесынан табыс көрмей жатып, үлкен қымбат несиеге кіріп кету. Сондықтан кәсіпкерлерге бірден бір айтарым, оның ішінде жастар бар, жастар көбіне ешкімді тыңдағысы келмейді, мен өзім білем дейді деген сияқты. Мысалға, егер қандай да болмасын бизнес бастайым деген жағдайда, сіз бірінші кез келген заттың 5 данасын, 10 данасын ешқандай қарыз алмай, несие алмай сатып көріңіздер. Ол бір. Екінші, сол 5-10 дана сатып атқан кезде қорықпай, бізде қорқыныш бар. Жұрт не дейді? Мынау спекулянт болып кеткен шығар. Мен базарда тұрған жоқпын ғой. Мен қалай айтам? Алып сатар деп айтама? Деген бір өзімізбен бірге ілесіп жүрген қорқыныштарымызбен жүреміз да. Сол қорықпай, егер сол 10 дананы мақтанышпен өзіңіз ұнатып сата алсаңыз, сатыңыздар. Одан кейінгі айтатын үшінші нәрсе, бұл міндетті түрде сатып атқан нәрсеңізге ғашық болуыңыз керек та. Сіз оны дәмді қылып айтпай, сізден ешкім оны сатып алмайды. Ал егер сіз оны дәмді қылып сата алмайсыз ба, немесе басқа тауар іздеңіз, немесе тоқтата қойыңыз сол жерден. Кез келген уақытта қатеңді мойындай отырып уақытылы тоқтау, ол да үлкен нәтиже, ол да үлкен жетістік. Мына бүгінгі таңда 100 кәсіпкердің 80%, яғни 80-і бірінші 3 жылдықта банкрот болады.
80 адамы. Сол 80 адамның 70%, 80 адам 70%, қарызбен шығады екен. Яғни кәсіп жабылды, артында қарыз, несие, қарыз, консигнация қалған тауары жатады шіріп, соның барлығын ескере отырып, тауарды сүймей, өзіңнің сол 10 затты, 100 затты сата алатыныңды білмей, қымбат несие кірмей, сол мүмкіндікті қарау. Сондықтан кәсіпкер болу дегенде оған білімді талап етеді. Ол санаулы тәуекелді талап етеді. Санаулы тәуекел дегеніміз рассчитанный риск. Сен санаумен баруың керек та. Үйде отырған әйел азаматтар. Мысалға, кеше біз бір үлкен бизнес woman-мен подкаст түсірдік. Сол кезде олар жыл сайын елка сатады екен. Сол айтады да, жыл сайын елка алады дейді да, жыл сайын айтады дейді, осы елканың соңғы сезоны сияқты, өтпейтін сияқты алмаймыз деп. Бірақ дейді, бір жылда 14 000 дана елка сатып отырмыз дейді. Ал біз дейді 500 елкадан бастағанбыз дейді. 500 елка, 1000 елка, 2000 елка, 5000 елка дейді да. Одан кейінгі менің бір түсінгенім, бұл елка жайында сіздерге не үшін айтып отырғаным, кез келген бизнестің кіретін, уақытылы шығып кететін уақыты болады. Яғни бизнестің ортасында елдің бәрі елка сатып болған кезде ол жерге кіріп қажет емес. Сондықтан ізденуде болу керек та. Жаңа қандай дүние бар. Жаңа осы жерде сезіну керек, атмосфераны сезіну керек, бизнестің атмосферасы. Трендті түсіну керек та, ана бір мұрны иіс білу керек қой, былай айтқан кезде. Жаңа мен сіздердің мына мықты телеграмдарыңыз бар, саяхаттануға арналған. Мен сіздерге айтар едім, бір азамат саяхаттанған кезде басқа елден сол дүниені алып келу мүмкіндігі бар. Ол да бір көздің ашылуы, басқа атмосферада өзіңнің мұрның астында үйде көрмей жүрген дүниелерді көру мүмкіндікті береді. Сондықтан бизнес бастаған кезде менің бір жақын 5 конкурентім кім? Содан кейін тағы да айтатын, қазір ойбай менен пылесос ала қал, өз өңіріңде сол пылесосты сата қал деген көп рекламалар болады. Мен бірде бір айтайын, Астанада сатылып атқан пылесос Өскеменде сатылмауы мүмкін. Өскеменде сатылып атқан күшті бал Оралда сатылмауы мүмкін. Соны міндетті түрде ескерген абзалда. Мысалға, көбінде біздің осы менің үйімнің астында төменде франшиза бар. Нан сатады және де дөнер сатады. Сөйтіп ай сайын бірінші басында 10 миллионға кірген ол бала. Енді бүгінгі таңда не франшизасының ақшасын төлей алмайды ай сайынғы, не арендасын төлей алмайды, не айлығын төлей алмайды. Енді не істерін білмей қиналып отыр. Одан кейін екінші кейс, тағы да менің төменнің астында бір бала жақсы тауық пісіретін жер ашты. 50 мың, 2 бөлмелі үйін сатып, 50 миллион теңгеге бизнесті бастаған екен. Оның 12 миллиона франшиз алған, одан кейін аренданың 6 айын төлеп тастаған, жаңағы әр сотрудниктар бар, алған тамақтары бар, оның ішінде 12 миллионға ремонт жасаған. Сөйтіп 50 миллионды құйған 6 айдың ішінде ол жаңағы бала банкрот болып есік жауып тұр. Уже бізде 1 ай болды. Сондықтан міндетті түрде бизнесті бастаған кезде ол адам сол бизнесті жақсы жүргізуі мүмкін. Бірақ сен ол бизнесті өзіңнің өңіріңе, өзіңнің ауылыңа, өзіңнің ауданыңа міндетті түрде салыстыра отырып ақылмен жүру керек. Одан кейін біздер анау күшті ана аяққа жүгіріп батамыз да. Ауылдағылар мықты қылып сиырларыңды шөбін дұрыстап беріп, сүтін сауып, қаймағын сатыңдар, құртын сатыңдар. Бізде пайда мұрынның астында да соны көрмей жатамыз. Мысалға, тағы да айтайын, мал шаруашылығы, өзіңнің мысалға бауырсақ пісіру білесің бе, бауырсағын сат, торт пісіру білесің бе, торт сат. Сондықтан жаңағы жан жақты бірінші көру керекті. Сенде қай нәрсе сенде қолыңнан келеді. Ұялмау керекті. Одан кейін сенің қандай да болмасын бастап атқан ісіңнен сол нәрсені істеп жатқан кезде жалтақтап ешкімнен қолдау күтпеңіздер. Біздерде қазақтағы ең қиын нәрсе қолдауда, жүрек басу, подписаться ету бір міндетті бізде. Бір қазақты қолдау керекті. Осы жерде айтайын, патриоттық сезім менде оянып кетеді, Дәулет екеумізді. Мысалы, қараңыздар, мен Оңтүстік Кореяда 1999 жылы кәріс тілін оқуға Хангук университетінде оқыдым мен 1999 жылы. Сол кезде мен кәдімгідей жатақханада дейді, ол жерде кампус деп аталады. Біз жапондықпен, мен кәріс қыздармен бірге өмір сүрдім. Сол кезде менің бір байқағаным, біз базарға барамыз, базарға барған кезде Made in Korea, Made in жаңағы
Чайна деп жазылып тұрады, Қытайдан шыққан немесе Кореядан шыққан деп. Сол кезде, мысалға, Қытайдан шыққан нәрсе 10 теңге болса, Кореядан шыққан нәрсе 15 теңге болса, олар өзінің Кореясының затын алады да, бізде бірде-бір, мысалы, осы жерде отырған құлақтарыңызға алтын сырға, мен өзім солай істеймін, сіздер де солай істеуге шақырамын. Біздің отандық өнімді, бір-бірімізге поддержка жасауды, бауырсақ пісіріп жатсың, молодец, бауырсақ пісір. Қой бағып жатсың, молодец, қойыңды осылай бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек та. Осы кезде қолдау жоқ болғаннан кейін күйіп кетіп жатамыз да. Біздер жұмыс жасаған кезде енді адамдар эмоционалдық тұрғыда, материалдық тұрғыда, физикалық тұрғыда шаршаймыз ғой. Шаршағаннан кейін қандай да болмасын бір жақсы сөз, лебіз, мотивация қалаймыз да. Сол мотивацияны бастаған кезде өздерің жора жолдастарыңа, достарыңа, әйелдеріңе, күйеулеріңе беріңдер, бір-біріңе мотивация беріп, бір-біріңді қолдап, бауырсақ сатып жатыр ма, алыңдар сол бауырсақты. Самса сатып жатыр ма, самсасын алыңдар. Вулканизация ашты ма, барып дөңгелең, жарылса да жарылмаса да дөңгелеңді үріп кел барып. Неғып солай қазаққа көмектесіп, қазақтың бизнесін дамытпасқа. Осы міндетті түрде осыны қолдаңыздар. Одан кейін сізді ешкім қолдамай атса, айнаға қарап, мен молодеспін де ары қарай жұмыс жасау керек. Ешқашан ешкімнен қолдау күтіп күйіп жүргенсеңіздер, өмір бойы солай жалтақтап жүресіздер. Бизнесіңіздің пайдасы болмайды. Сұраймыз ғой, скидка сұраймыз, одан кейін мынау кәсіп бастап еді, өзінше болып кетті. Немесе өз бағасына бер деп одан сайын күйдіреді. Мен үнемі айтатын өз көзіммен көрген мысалы бар. Алматыда студент болып жүрген кезде түріктер донерный ашты да. Сол кезде мен ортақ таныстарымыз бар, мені де алып барды. Сонда қараймын, анау түрік донер таратып жатыр бәріне. Бірақ ананың жеп атқан донерінді көргендер, о кезде донер бар ғой, мен сізге айтайын, 650 теңге ме, сондай ғана бағасы. Сөйтеді де донерге 2000 теңге, 5000 теңгеден тастап кетіп жатыр да. Түрік достары. Салаң болсын деді. Ал енді дәл сондай жағдайда болса, бізде өкінішке қарай жаңағы туған туысқандары барлығы, енді оны да айта беру керек деп ойлаймын. Айтуымыз керек. Айта берсек, жайлап өзгере бастайды негізі ше. Ол мына білімнің жемісі болсын, айтып жатқан дүниенің жемісі ол бірден бола салмайды. Бүгін біз қанша эфирде 500-ге жуық адам отыр ма? 500 адамның бір 20-сы болсын, 30-ы болсын, хотя бы 10% өзгеретін болса, ол да жай біздің 1 сағат уақытымыздың текке кетпегені. Енді жайлап сол кәсіп бастауға мемлекеттің де қолдау шаралары бар. Енді мемлекетті де жоққа шығаруға болмайды, себебі мен осы жақында Түркістан облысында болдым. Тікелей әкімдіктің көмегімен мынау жер беруге, одан кейін свет, жарық, коммуникациясын да цех беруге де үлкен мүмкіндіктер жасап отыр. Тура сол секілді біздегі даму бағдарламасынан да алатын мүмкіндіктер жайлы айта отырсаңыз. Неге енді мен оны сұрап отырмын, себебі бұл бәрібір несие ғой. Енді несиені мен қанша, енді әрине мынау екінші деңгейлі банктерде несие алсан, оның базалық мөлшерлемеге сәйкес жоғары, оның бір таяғы бізге де маған да тиіп кетеді. Сендер депутатсыңдар ғой, неге оны азайтпайсыңдар деген секілді. Біз оны қанша айтып жатсақ та, біздің пікірмен санасып, болмаса қазіргі жағдайға байланысты енді базалық мөлшерлемені де төмендетіп жатқан жоқ. Десе де, мынау бизнес бастауға, болмаса сол мемлекеттік бағдарламалар, ол базалық мөлшерлемеден проценті төмен болып тұр. Инфляцияның деңгейінде болып тұр. Даже жаңағы айтқан 7-20-20 наурыз бағдарламасы инфляциядан төмен болып тұр, пайызы. Сондықтан ол бәрібір сіз плюсте боласыз. Енді сол даму жайлы айтып өтсек, қалай не істеуге болады, қандай мүмкіндіктер бар? Енді жалпы біздің мемлекет деп айтпайын, біздің нарық 3 мүмкіндік береді кез келген мен бизнес бастаймын деген азаматқа. Бірінші мүмкіндік ол өңірлік мүмкіндік. Кез келген өңір, яғни қандай да болмасын облыс, қандай да болмасын моно қалалар, яғни жақсы қалалар ретінде дамып келе жатқан саяси тұрғыдағы дамуға керек қалаларда өңірлік жаңағы гранттар бөлінеді. Яғни кез келген өңірде, қазір осы жерде сразу миларына мынандай жауапты алып тастаңдар. Ол жерде біз өте алмаймыз, ол жерде өздері ғана өтеді. Ондай өздері ғана өтпейді. Мен сіздерге айтайын, жыл сайын біздің Қазақстанда жаңағы несие толыққанды неосвоенный біздерде несие өте көп болады.
Сондықтан өз өңіріңізде әкімшілік арқылы өз өңіріңіздегі жаңағы жастар даму саясаты арқасында сондай гранттар өте көп бөлінеді. Оны міндетті түрде қарап іздегендеріңіз абзал. Және де кез келген жаңағы даму өңірдің даму аясында бізде даму деген бәйтерек холдингтің жаңағы компаниясы бар. Дочерняя организация, сол компанияның астында істейтін компания. Ол шағын және орта кәсіпкерлерге субсидиялық несиелер береді. Яғни, сіз өз өңіріңізде қандай да болмасын соманы, мысалы, сіз 17%, немесе 15% несие алған жағдайда, сіздің 7-8%-ыңызды субсидияландырады. Яғни, дамудан сіздерге ақша бөліне отырып, сол даму арқылы мүмкіндіктер бар. Оны қалай аласыз? Оны бірінші банкке барасыз, бірінші даму, өз өңіріңіздегі дамуға барасыз, консультация аласыз. Ол жерде бизнес-план қажет болады, егер сіздің бизнесіңіз бүгінгі таңда жұмыс жасамайтын болса. Егер бизнесіңіз болса, бизнесқа қатысты жаңа ОКД дейді ғой, өзінің кез келген бизнестің өзінің направлениесі болады, бағыты. Сол бағытқа қатысты, бағытқа қатысты сізге айтады, мына бағытта бізде жақсы субсидия бар, мына бағытта сіздерге несие беру мүмкіндігі бар деп, соларды қарайсыз. Одан кейінгі үшінші мүмкіндік бұл банк арқылы. Кез келген екінші деңгейлі банк өзінің өңірді қолдау аясында, немесе жаңағы қандай да болмасын бір нарықты қолдау аясында, біздің мемлекеттің даму аясында, қолдау аясында бір өзінің бір белгілі бір сомасын бөледі. Мысалға, соңғы мына әйел азаматтардың кездесуінде, форумында Халық банктың басшысы әйел азаматтардың кәсібін қолдау аясында 1 миллиард теңге бөлінді деп, қосымша бөлінді деп банк тарапынан, яғни ол арзан пайызды несие. Одан кейін, осыдан 2 жыл қатарынан біздің карточкаларымыз бар ғой, карточкада виза деген жазу болады. Егер байқасаңыздар. Виза немесе мастеркард. Немесе виза, немесе мастеркард. Сол виза деген компания біздің Қазақстан елінде өзінің жұмысын жасап атқаннан кейін, олар да әйел азаматтардың кәсібін қолдау мақсатында қайтарылмайтын гранттар беріледі. Және де ШИЗ деген осындай бағдарлама арқылы, ШИЗ деп аталады. ШИЗ деген ана деген сөз, яғни ол деген сөз әйел азаматына қатысты. Сол бағдарламамен өңірде қатысалады. Тіпті осы соңғы әйел азаматтардың бизнес форумында ақш елінің Қазақстандағы жаңағы елшісі, сол кісі айтып жатыр, сіз егер дейді, сіздер біздерге хабарласаңыздар, біздер Қазақстандағы бизнесті қолдау мақсатында өз тарапымыздан сіздерге мүмкіндік бере аламыз дейді. Ол оқу тарапынан, ол жаңағы субсидиялық қандай да болмасын, көмек арқылы, ол немесе қандай да болмасын бөлінген гранттық сома арқылы. Сондықтан тағы да іздену, даму арқылы, енді қазір даму аясында кішкене даму тарапынан субсидиялық несиелерді уақытылы қолдау өкінішке орай әр уақытта мүмкін болмай жатыр. Яғни, мысал айтайын. Акция сияқты ғой. ТО, мысалға ТО X деке, сол ТО X-ті, мысалға несиесі бар. Сол несие, мысалға, осыдан былтыр сәуір айында немесе мамыр айында несиесін алып дейік. Сөйтіп ол жаңағы төлеп келе жатыр, ол өзінің пайызын төлейді, және даму оған бір белгілі өзінің 5-7%-ын даму жауап береді, жаңағы субсидияланады. Егер уақытылы дамудан субсидия түспей қалған жағдайда, жаңағы несие алған азамат өзі төлеп отырады, бірақ уақыт өте, қайтадан дамудың субсидиялық ақшасы түскен кезде, ол қайтадан орнына толық төленіп беріледі. Сондай дүниелер бар. Мысалға, егер сізге дамуда ақша жоқ, субсидиясы тоқтап қалған екен десе, оған сіз ол хабардар бола отырып, ары қарай өзіңіздің ізденуіңізді, сол бағдарламаға дайындалуыңызды тоқтатпаңыз. Осы жерде мен сіздерге айтатыным, мына сіздер ипотека алған кезде дайындықпен барасыздар ғой, алғашқы жарнасын жинайсыздар, жаңағы ПКБ-ңізді жөндейсіз. Сол сияқты даму бағдарламасы аясында, немесе жаңағы өңірлік бағдарлама аясында міндетті түрде дайындық қажет. Егер осы жылы, мысалға, былтыр сіз егер ілінбей қалсаңыз, биыл міндетті түрде іліну мүмкіндігін қамтамасыз ету. Ол жерде мысалға, және де осы мен батыс өңіріне барған кездегі бірде-бір менің түсінгенім, мына
мүмкіндігі шектеулі азаматтар жұмысқа алсаңыздар, ол да бір субсидиялық мүмкіндік береді. Және де егер мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жұмыс қамтамасыз еткен кезде сол бизнестің жаңа қандай да болмасын грант беру мүмкіндігін, сол бизнесқа тендерді ұту мүмкіндігін қамтамасыз ет. Яғни сондай дүниелерді міндетті түрде ескерген абзал. Сондықтан бір тендерға қатысып ұтылып қалсаңыз, бір рет несие алғыңыз келіп өтпей қалсаңыз, ол соңғы нүкте емес. Ары қарай дайындықпен, жаңағы бизнес планыңызды дұрыстап, қандай да болмаса қаржылық документтеріңізді реттеп, одан кейінгі менің бір соңғы статистикалық тұрғыда дамудан, және де осылай бизнес форумдарға көп барамыз ғой, сол статистикада менің бір көрген сандарымның бірі, ол мына кез келген уақытта әр жылға, мысалға, биыл біз ауыл шаруашылығын дамытамыз. Биыл біз жаңағы егін шаруашылығын дамытамыз деген жыл сайын мемлекеттің өзінің идеологиялық тұрғыда даму аясындағы бағыттары болады. Сол желге қарсы жүрмей, желдің ығымен сол бағытта да даму өте маңызды. Неге десеңіздер, мысалға, осыдан 2 жыл қатарынан менің статистикалық тұрғыда көруімше және менің клиенттарымның жаңағы кейстарын көріп отырып, мал алуға өте күшті мүмкіндіктер берді. Мал алуға. Сол ауылда мал алып, мысалға, мен өзімнің ауылымда сол кредитке мал алып, оған ешқандай залог қажет емес. Сіз сол мал алғаныңызды көрсетесіз, құжаттарын тапсырасыз, сондай мүмкіндіктер бар. Иә, мүмкін бұл 2 бас сиыр шығар, бірақ 2 бас сиыр да жақсы ғой. Саусаң сүтін ішесің, қаймағын майын жейсің деген сияқты. Сондай дүниелерді өз өңіріңізден бастап міндетті түрде қарастырғандарыңыз абзал. Сондықтан ипотека сияқты несие алуға да дайын болу керек. Одан кейінгі бірде-бір айтатыным, бүгінгі таңда бәлен түрлен біздің алып жатқан тұтынушы несиеміздің 30%-на дейін көбінде азаматтар бизнесін дамытуға алып жатады. Қайтсын енді, анда шауып, мұнда шаппайды, кассовый разрыв болып жататын яқты, тауарды алу керек, немесе тауардың ақшасын беру керек деген сияқты. Сол кезде олар тұтынушы несиеге жаңа жүгінуге тура келеді. Сондықтан мынандай инвестициялық тұрғыда, егер ұзақ мерзімді ақша алғыларыңыз келсе, мына тауар айналымға, пополнение товарооборота, тауар айналымға ақша алғыларыңыз келсе, осындай ұзақ мерзімдік несие алуға тырысыңыздар. Мысалға, атын айтпай ақ қояйын, бір Қызыл банк бар ғой, сол банктан несие алған кәсіпкерлер күн сайын төлейміз дейді, күн сайын. Ол масқарауға ана адамның миында ми қалмайтын шығар. Күн сайын менің бір клиентім күніне 50 000 теңге төлеп шаша қарып кеткен ғой. Түнде ұйықтамаймын дейді, ана ұйықтап атып ойлап ататын, бүгін есет жабылды ма, жабылған жоқ па деп, түсіме кіріп атады дейді, қорқам дейді. Сондықтан мына егер басыңызда қандай да болмасын несиелік линия болған жағдайда, немесе тұтынушы несие болған жағдайда, олардың барлығын міндетті түрде арзандату мүмкіндігін қарау керек. Ой, жоқ, мен білмеймін ғой, оның қай жағынан кіреді, мен қалай істеймін деген емес, барып. Одан кейін мен сіздерге айтайын, даму орталығында өз өңіріңізде мемлекеттік тұрғыдан сіздерге заңгер, сіздерге бизнес-аналитик, сіздерге бизнес-план жасайтын адам, және де сізге жаңағы өзіңіздің бизнесіңіздің даму аясындағы қандай да болмасын салықтық сұрақтарыңыз болса, соның барлығын даму арқылы тегін сіздер ала аласыздар. Оған мемлекет сол үшін оларға айлық төлейді. Барып сұраңыздар. Түсінбесеңіздер қайта сұраңыздар. Одан кейін барып бір тетігін табуға мүмкіндіктер болады ғой. Бір барып келіңіз, түсінбесеңіз тағы барып келіңіз, түсінбесеңіз жазып алыңыз, санап алыңыз деген сияқты. Сондықтан ізденуден қазағым шаршамаңыздар. Мен түсінемін, банктың мына дамудағы тағы да болмасын мемлекет жаңағы халықпен қызмет ететін көптеген мекемелер орыс тілінде сөйлегендіктен біз қазақтар түсінбей жатамыз. Мен негізінде менің де бірде бір сұранысым, кез келген мекеме тек қазақ тілінде міндетті түрде сөйлеу керек деген менің осындай ұсынысым бар. Енді жайлап оған да келіп жатырмыз, Аллаға шүкір. Дегенмен қазақша сұрап, қазақша түсінбесеңдер шала қазақша сұрап, орысшаны қазақшаға аударып бір нәрсе қылып, қазақша түсіндіре алатын азамат бар ма деп өздеріңіз ашық болсаңыздар,
ақпарат алуға ашық болсаңыздар, ізденуге ашық болсаңыздар, мүмкіндіктер бар деп ойлаймын. Бірақ кейде банктың терминдерін қазақшаласаң да түсінбей қалатын сәттер өте көп қой негізінде. Дұрыс айтасыз. Сондықтан, Зеленскийге алып келеді ғой, енді біз бизнес дедік, үй дедік, барлығы сол әрекеттен басталады ғой. Бірақ қолында Әсел Жарасқалиқызы артық ақшасы бар азаматтар да бар. Мен қуанам. Менің аудиториям Шүкір, жақсы, 7-8 жылда өткенде мен ана бір сториске опрос жасасам, қанша ақшам бар десем, енді біз әйтеуір андай көпшіліктің артына тығылып, ойбай, ашпыз, бәрі кредиттеміз, жағдайымыз нашар деп айта беруге де болады. Ал бірақ жекелей келген кезде 2 миллион жинап атқан, 500 мың, әйтеуір енді жинап атқан, 100 мың болсын, сөйтіп жинап жатқан менің аудиториям, Аллаға шүкір, өте сондай бір белсенді, және де ойы да таза, ниеті де таза жандар көбейіп жатыр. Ол мені қуантады. Өйткені енді қараймын ба, әртүрлі аудиторияда кейде жаңағындай басқа парақшаларда жазып жатқан кезде неше түрлі нәрсені бүйтіп қараймын, менің оқырманым емес екен де ол адамды, жарайды деймін де жүре беремін. Мысалға, ал енді менің өзімнің оқырмандарын қарасам, шынымен де әйтеуір әрекет етіп жүрген, жаңа мен білем, бір апамды 7 үйін алған азамат қой. 7 үйін алып, мен айтам, болды ары қарай саяхатқа шығайық, давай апай, жазда демалайық, қыдырайық деп ана саяхат чатын ашқанға да себеп болды ғой. Немереме үй алып жатырмын дейді. Мен айтам, демалыңыз енді. Вообще шетел көрмеген. Біз өзі сондай қазақпыз ғой, айналып келгенде. Бірақ бізге нақты жол сілтейтін болса, бізді біреу арасында қамшылап отырса, біз міндетті түрде сол нәтижеге жетеміз. Міндетті түрде. Сондықтан қолында артық ақшасы бар азаматтар бар. Оларға не істейміз деген бағдар берсек. Өйткені инвестиция, акция алсам ба дейді. Немесе көп адам доллармен ақша жинасам ба деп. Мысалға мен орысша айтқанда какие қалай бар солай айтқым келеді. Саяхат чатын ашқан кезде мен бірден айтқам оқырманға. Сіздер қараңыздар дедім. Қазіргі таңда депозит орта есеппен 18-20% дедім. Егер теңгемен жинайтын болсаңыз. Доллармен жинағанда ол 1%. Сіз қазір саяхат, өзіміздің арамызда дискуссия болып қалды да, саяхат енді бәрібір шетелге барсақ сен доллармен жинайсың ғой. Сосын доллармен жинайық па дегенде. Мен айттым, жоқ, арнайы видеода түсірдім. Өзімнің анализдерімді бейтіп, сіз саяхатқа шыққанға дейін мен сізге гарантия, то есть, прям гарантия дегенде жоқ, бірақ менің есебім бойынша доллар 20% өспейді дедім. 560-тан аспайды дедім. Мысалы, ол видеом, наверное, архивте әлі тұр, іздеген адамға уже 1 жыл болып қалды ғой. Қазір қарайық, доллар керісінше 480 болды. Әрине ол геосаяси жағдай, мынау Ирандағы мұнай, бұғаз, барлық нәрсе әсер етеді, мынау біздің мемлекеттің бюджеті де, мұнайға мен ана бюджеттің отырысында болдым ғой, енді шыны керек, кейбір оқырмандар жазып жатады, ана ақшаны бүйту керек, сөйту керек деп, бірақ бюджеттің дефициті де әсері бар да, мысалға, бюджеттің тапшылығы 7 триллионға жуық мысалға. Бірақ соның барлығын орнына бітіп жабатын ол мұнайдың бағасы. Бізде мұнайдың экономикалық тұрғыда бюджет мұнай $60 бекітілген. Значит, 60-тан асама ол бізге жақсы. 60-тан төмендей ма, значит, бізде экономика одан сайын құлдырайды. Доллар одан сайын жаңағы көтерілу қаупі бар да, мысалға, теңгенің құнсыздану. Сонда қазір қарайтын болсақ, енді соғыс жағдайында, енді Құдай бетін аулақ қылсын біздің елдің аумағынан дейінші, осындай жағдайда бізде жағы Иран, Израиль, ақштың жағдайынан кейін біздегі доллар 110-115 болып тұр баррелі. Ол айналып келгенде біздің экономикамызға плюс, біздің бюджетімізге плюс. Сөйтіп, доллардың құны қазір $1 480 болып тұр. Сонда бұл жерде мен айтқым келген нәрсе не енді? Анау саяхатқа деп ақша жинаған азаматтар, доллармен жинап қойған азаматтар, ол бәрібір ұтылды. Теңгемен жинаған азаматтар, депозитіне салғандар, олар керісінше ұтып жатыр деген нәрсені мен айтқым келгені.
Сол артық ақша бар азаматтар не істеуге болады? Қандай мүмкіндік? Тағы да үй алу керек па? Әлде көлік алу керек па, Әсел Расқалиқызы? Әлде акция, облигация алу керек? Енді мен айтамын, көбінесе акция, облигация. Кейбір азаматтар оны ойбай алтын қымбаттап жатыр дейді, ана слиттік емес, мойынға тағатын, құлаққа тағып алатын алтын сатып алғысы келіп жататын азаматтарымыз да бар. Одан қалса, сіз сақтандыру нарығын өте жақсы білесіз, страховая компания. Сол жаққа салғаным дұрыс па дейтіндей, сіз маман ретінде менің аудиторияма сіз қандай кеңес бересіз? Өткенде мен сіздің аудиторияңызға, сіздің каналыңызға барып өз кеңестерімді бердім. Енді коллаборация болып жатқан сияқты күшті. Сол кезде эфирде қанша? 1 сағаттан артық мен сөйлеген едім, енді менің эфирімде сіз 1 сағаттан сөйлеңіз деген деп тұр ғой. Жалпы ақшасы бар азаматтарға ары қарай ақшаны көбейту жолында не істеу керек, ұзын сөздің қысқасы? Енді барлығы жақсылыққа, біріншіден жақсылыққа деп есептейік, екінші кез келген азаматтың өзінің нақты мақсаты болу керек. Ақша тек мақсатқа ғана келеді. Мақсатсыз жиналған ақша ол бәрібір бір жаққа кетіп отырады. Машинасына ма, тағы бір нәрселерге. Мен айтатыным, егер сіздің мақсатыңызда шетелге шығу болса, ол шетелге шығу уақыты 1 жылдан астам болған жағдайда мен шетел валютасымен жина деп айтар едім. Егер ол 1 жыл, 2 жылдан астам уақыт болған кезде. Неліктен? Неге десеңіз, 2 жылдық тұрғыда, 3 жылдық тұрғыда сіз доллармен мүмкін ұтымды болуы мүмкін. Бірақ, егер сіздің саяхатыңыз немесе 1 жылға дейін уақыт болған кезде, онда сіздерге мен теңгемен жина деп айтам. Менің өзімнің кейсімді бір кісі шотында бәлен миллион теңге ақша болды. Доллар көтерілген күні жүгіріп барып, ерсіл-қарсылы шауып, бүкіл обменниктен 5.000 доллардан 10.000 доллардан жинап, сол күні ол кісі доллар сатып алған болатын. Одан кейін оны апарып жүгіріп жүріп долларлық депозитке салды. Долларлық депозит 1%-ға дейін. Яғни ол жерде ұтымы жоқ, сен тек сақталып қана қалады деген сөз ғой, былай қараған кезде. Сондықтан сіздің ақша жинаған кезде әр уақытта бірінші қарайлайтын нәрсе ол сіздің мақсатыңызға байланысты. Егер жаңағы мен де дәулетте оны ұстанамыз, мен сіздерге айтарым, кез келген азаматтың басында бір үй болу керек. Егер жанұяңызда 2-3 балаңыз болса, біздің өмірімізден баламыздың өмірі сапалы, олардың білімге деген, оның ғылымға деген құлшынысы болсын десек, жалқаулыққа емес, сондай бір құлшынысы болсын деген оның өмірінің сапасы жоғары болу үшін, егер қамтамасыз ету үшін басына бір баспана алып қойсақ жаман емес. Яғни, егер сіздің өзіңіздің бір баспанаңыз болса, тағы бір міндетті түрде баспана алуға шақырам. Теңгемен отбасы банкта опыларыңызды толтыру үшін қандай да болмаса соған сояқта жинап отыру керек. Оны теңгемен жинайсыздар. Одан кейінгі, егер көрсе қызар болсаңыз, мысалы әйел азаматтар болады, ер азаматтар да ондай болады екен, эмоциялық жаңағы сатылымдар алып атады. Егер сондайға кішкене әлсіздеу болып атқан жағдайда, 200 мың, 300 мың теңге қолыңыздан ұстай алмайтын жағдайда, мен сіздерге 5 грамдық алтын слиттіктер дейді ғой, алтын бөлшектер алуға шақырамын. Ол 5 грамы шамамен 300 мыңдай шығады. Оны Халық банк, Еуразиялық банк арқылы немесе ломбардтан сіз алдын ала заказ беріп аласыздар. Яғни 200-300 мың теңгеңіз болса, алтын алып қойсаңыздар болады. Ал егер мен ақша жинайын десеңіз, ол мақсатыңызға байланысты. Мысалға, менің қазір бүгінгі таңда бір клиентім еуромен ақша жинап жатыр. Неліктен ол еуромен ақша жинап жатыр? Неге десеңіз, 4-5 жылдан кейін оның баласы мектеп бітіреді, Еуропаға олар жалпы кетіп көшкісі келіп отыр, оқығысы келіп отыр сол жақта. Өзі магистратураны баласында бакалаврға түсіру үшін. Сонда ол кісі еуромен жинап жатыр. Сондықтан кез келген азаматтың мақсатына байланысты. Ал егер басыңызда 400 мың, 500 мың теңге ақша болса, соған қарайлайсыз ғой, не қажет етесіз? Үй қажет етесіз бе? Үй алатын болсаңыз, жанұялық пакетті қолданыңыз, міндетті түрде. Бір азамат 25 пакетке дейін ашып, бір ай шоттарын қосқан ғой, бір ай жүрген ғой соған. Бірақ бір ай жүрген бәрін жинауды айтсаңызшы. Сосын бәрін жинап, оларға подстраивать етіп, олардың уақытын қарап деген сияқты. Бірақ ол кішкене уақыттағы қолайсыздық сол вознаграждениенің сомасына, сыйақының сомасына келеді деп ойлаймын. Неге десеңіз, енді қинау керек қой, кішкене бір нәрсе болса да әрекет жасау керек, қинау керек деген сияқты, ол мүмкіндікті. Одан кейінгі жалпы машина жайында айтатын болсам, ер азаматтарға әрине үй алғаннан көрі бір үйге жеткеннен кейін кез келген ер азамат жақсы машинаны мінсем екен дейді. Бірақ
сізге қосымша табыс қамтамасыз ететін немесе ететін үйіңіз болмаса, қаржылық қорыңыз болмаса, жаңа машиналарға ұрынбаңыз деп айтар едім. Неге десеңіз, машина ол актив емес, салоннан шыққаннан кейін 30-40% оның түседі. Одан кейінгі мына Германиялық статистиканы қарайтын болсақ, немістер бүгінгі таңдағы ең бай, жаңағыда сараң және де өз ақшасын дұрыс игере алатын халықтардың бірі бұл неміс халқы. Жалпы мына Жилстройдағы отбасы банктің жинақтаушы жүйесі де біздің неміс халқынан келген. Немістерден көшірілген. Немістік модель, Сол кезде мына немістер тіпті шіріген миллиардерлардың өзі салоннан шыққан 2-3 жылдық жаңа Mercedes, BMW машиналарды, бірақ әлі де гарантияда тұрған машиналарды алады екен. Яғни олар да жаңа машина алмайды. Жаңа машина айдап жүрген осы біздің СНГ-ның тмд мемлекеттерінің азаматтары ғана сияқты. Сондықтан жаңартқан кезде де тіпті салонның машинасына ұрынбайтындай мүмкіндікті қамтамасыз ету. Одан кейінгі жаңағы бүгінгі таңдағы жаулап атқан нарықты жаулап атқан Қытай машиналар бойынша тағы бір айтып кетейін. Біздің бизнесмен азаматтарда Қытай машинасының әдемілігіне, оның жаңағы түрлі опцияларына қызыға отырып, тіпті өзінің компаниясының машиналарында қытайлық машиналарға ауыстырған кездері өте көп болды. Енді биыл статистика қарасақ, сол бизнесмендердің кейсіндағы машинаның құны 2 есеге дейін түсіп кетіп жатқан жайлары бар. Сондықтан кез келген машинаны алған кезде оның амортизациялық уақытын есептеп, оның жаңағы брендін есептей отырып, мүмкіндігінше машинаны әр уақытта жаңарту керек, мен оған келсем. Мен өзім де соны құптаймын. Өзім кішкентайымнан бастап машина айдаймын, Жигулиде айдадық, Москвичте де айдадық, кәдімгідей механикада айдайтын, мен өзім жүргізушімін. Сондықтан әр уақытта машинаңызды 2 жылдық жаңартып отыру керек, міндетті түрде. 3 жылда машинаны жаңартып отыру, жылын жаңартып отырып, бірақ жаңағы үй алдық қой, бітті деп аттың басын босатып, қайтадан барып салонға кіріп, қымбат несиелерге кіруге рекомендация бермеймін. Сондықтан кез келген ақша жинаған кезде ол сіздің мақсатыңызға қатысты, мақсатыңыздағы ай сайынға жиналатын сомаға қатысты. Егер үй алатын болсаңыздар, міндетті түрде отбасы банкына жинаңыздар, немесе салып қойып алынбайтын 20% депозиттерге салып, 1 жылдың ішінде салып жинап, 5 миллион теңге, мысалға 6 миллион теңге ақша жинай алсаңыздар, жинап, соны қазір күшті құрылыс компаниялардан рассрочкалар беріледі. Ол да тиімді деп мен есептеймін. Неге десеңіз, жаңағы алғаш жарнасын құйып қоясың, сөйтіп жаңағы сіздің парақшадан көрдім ғой, ол BI-да, ол BI-да да бар, ол басқа да компанияларда бар. Мен үшін ол тиімді, мен оны өзім қолданам. Неге десеңіз, отбасы банкты жалпылама түрде біздің арзан екенін түсінеміз, бірақ барлығы уақыттың еншісінде ғой. Үй күнде қымбаттап жатыр. Халықтың ең бірінші қазіргі жаңағы бол дейді ғой, ауруы, ол жаңағы үйдің бағасын ұстап қалу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Қалайда үйдің бағасын биыл алып қалу деген іс-әрекетке неліктен барады? Неліктен қымбат несиеге ұрынады? Неге десеңіз, үй өсіп жатыр, әйтеуір үйдің бағасын ұтамын ғой соңында деген мақсатпен кіреді ғой. Сондықтан ол бүйтіп 3 жыл бойы мен қашан опым 16 болады деп отыратын заман емес. Егер 3 жылда жинау мүмкіндігі болса, 3 жылдан, мысалға, оған дейін 1 жылда жинай алмаса, енді әр азаматтың өзінің қалтасына қарай ғой, жұмысына қарай, жаңағы жанұясының әл-ауқатына қатысты. Егер 1 жылда сонда 5 миллион теңге ақша жинайтын мүмкіндік болса, үйдің бағасын фиксация жасап, алғашқы жарнамен үй алатын мүмкіндік бар. Және де отбасы банктың BI Group бағдарламасымен бірге сандық деген бағдарлама, бұл реклама емес, бір қазаққа дүйім, қазаққа тиімді болсын деп айтып жатырмын. Сандық деген бағдарламасы бар. Шымкент, Алматы, Астанадан үй алатын болсаңыздар, үйдің бағасы фиксация жасап, 6 ай бойы сіздерге отбасы банк мүмкіндік береді. Ол жерде опыңызды 5 болу мүмкіндігін аласыздар, және де сіздерге 6 ай уақыт береді. 6 айда төлем қабілеттеріңізді реттеп, алғаш жарналарыңызды жинап, опыларыңызды 5 қылдыратын мүмкіндік бар. Бұндай мүмкіндік 6 айда үйдің бағасы өсіп кетпейді ғой. Жоқ, сол шартқа отырады. Жаңа предварительно предквалификация өтеді отбасы банктан. Отбасы банк айтады, мен мына кісіге несие берем дейді. Сол кезде сіз өзіңіздің 1 миллион теңге жаңа алғашқы сомаңызды төлейсіз, үйдің бағасын бекітесіз, қолыңызға шарт аласыз. Бірақ сізде міндетті түрде шарт болады. 6 айдың ішінде сіз барып жаңағы өзіңіздің несиеңізді
міндетті түрде рәсімдеуіңіз қажет. Егер 6 айдың ішінде рәсімдей алмасаңыз, немесе жаңағы платежоспособность өтпей қалсаңыз, несиеңіз басыңызда көбейіп кетіп, бар несиеңізді төлей алмай жүрсеңіз, алғашқы жарнаңыз жеткіліксіз болып, опыңыз 5 болмай қалған жағдайда, онда басында төлеген алғашқы сомаңыз сізге қайтарылмайды да, сіз шартыңыз кесіледі. Бірақ мен үшін 6 ай деген ол да бір жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Баяғы қазағым бір мүмкіндікті жіберіп алмасыншы деген ойда ғой. Ал егер жалпы үй алам десеңіздер, рассрочка мүмкіндіктері бар, бірақ оны дұрыс қолданыңыздар. Кез келген құрылыс компанияға барған кезде міндетті түрде ДДУ деген бар, договор долевого части, үлескердің шарты болу керек. Соны тексере отырып, құрылыс компанияны тексере отырып, барлық құрылыс компанияның үйлері уақытылы салынып жатқан жоқ, оны да ескере отырып, тексеріп, одан кейін қазір бізде тексеретін базалар бар. Список ЖК-ның ресми сайты. ресми ЖК-лардың недобросовестные жаңағы застройщики деген бар. Содан қарап, ЖК-ның атын тексеріп, сөйтіп алғандарыңыз абзал. Бұл енді мүмкіндік қой, жаңағы ақша табу аясындағы мүмкіндіктер. Бір сағат өте шықты уже деп па. Эфир барынша енді пайдалы болды деген ойдамын. Мына жерде жаңа кеше ақыл депозитінен басталды ғой. Ақылды салып едім, көп сұрақтар, элементарный сұрақтар да келіп жатыр. Сосын мен айтам да, Әсел Жарасқалиқызы, давайте эфирге шығайықшы, қолыңыз бос па, сағат 22:00 деп едім. Давай деп келісіп эфир жасап отырмыз. Енді ақыл депозиті бар, 5 жасқа дейінгі балаға счет ашсаңыз, мемлекеттен қосымша премия береді. Енді мен өзімнің мысалымда келтірдім ғой, балаларым Жантөре 7-де, 9-да, оларға премия түспейді. Медикош бұйырсам 5 жасқа толған кезде, ол да жинаудың стартовый капиталы. Ол капиталды алдыңыз ба, сіз кейін ай сайын кемінде 12 мың теңге 3 МРП деңгейінде салып отыруыңыз керек. Енді сұрамаңыздар 3 МРП неше теңге деп, оны Google-дан сұрайсыздар десе. 12 мыңнан артық ақша ғой. Чат GPT 11-де жұмыс жасамайды дейсіз ғой. Чат дәулеттен жасамайды жұмыс десеңізші. Эфирді мен міндетті түрде сақтап қоям. Көптеген оқырман эфир сақтап қоюды сұрап жатырсыздар. Кейін жазап отырыңыздар, міндетті түрде қараңыздар. Жалпы бағанағы әңгіме осы ізденіс не бар, қай жерде, мен кейде күлем, оңтүстіктің оқырмандарыма риза болатыным, о жақта үнемі движение. Бұрын консультация берген кезде де мынандай болатын да, қызық. Енді өзім шығыстың адамдары, туған жерімен, Павлодар, Петропавл консультация алатын ғой үйге. Айлығың қанша? 130-120. Басқа табыс жоқ. Қалай үй алам? Жоқ. Бірдеңе сатсаңшы, бір нәрсе істесеңші, жұмысын не істеп жатыр? 6-дан кейін не істейсің? Тым істемеймін, үйіме қайтамын. Бір нәрсе істеп сатсаңшы десін, оны кім сатады, кім алады? Оның бәрі саудагер болып кетсе не болады? Бәрі саудагер болды. Нан сат десе, бүкіл халық нан сатып кетпейді ғой. Біреу нан сатады, біреу май сатады, біреу шай сатады, біреу нәски сатады дегенде, біреу футболка сатады. Сізге бір күні нәски керек болады, май керек болады. Сөйтіп бір-бірімен алмасу, жаңағы алыс беріс болады ғой. Ал енді сол оңтүстік жақ консультация алған кезде мен бірден битетінмін ғой. Айлығың қанша дейсің? 120-140 деп, олар да бастайды. Сосын айтам, тыққан ақшаңыз сразу айтыңызшы деймін ғой. Одан тыққан ақша деген кезде, былай, ана жерде бір мақтан бар еді, ана жерде бір дарбыз піскен кезде бүйтем де, содан килограммына 20 теңге алам, тойға бір кортеж шығаратын едім, тойда бір ән айтатын едім. Одан кейін қандай оқиғалар болды, өте сондай пысық адамдар да, мысалы, бір нәрсені алып, арендаға беріп, үстінен солай болу керекпіз ғой, жата беріп, бағанағы эфирдің басына айтқан, алма піс, аузыма піс, діккін демей, сондай бір ән бар еді. Сөйтпей, кәдімгідей әрекет ету керек қой, әрекеттен. Мен шыны керек сол риза болам да сол азаматтарға. Сонда сосын тағы да бір нәрсені жоқ демейді ғой, үйленіп алам, түсініп алам, көріп алам, істеп алам дейді. Болды ғой, солай жасау керек. Кейде біз сондай пысық адамды көреміз де, менде бір кейде күйіп кететін бар да, ана оңтүстіктің бәрі, Шымкенттің бәрі өзбек болып кеткен ғой деп жатады да. Мысалы, олай емес. Үйрену керек біз, мысалға да, біз жаңағындай өзіміздің қазақты біз үнемі сөйтеміз де, қатты пысық болып жатса, өзбек болып кеткен дейміз, одан кейін миы кішкене не дәлгі,
инновационный бір IT-ді қағатын болса, біз оны аламыз да бейшара қазақты кәріс болып кеткен, ол неміс болып кеткен дейміз. Әйтеуір бір ұлтқа теңеп жүреміз де мысалға. Болмаса бір жаңағындай сол бір нәрселерді жасап, конструктор мынау Қытай болып кеткен дейміз де, мысалға деймін де. Өзіміз бәріміз қазақпыз ғой, сол нәрсені мақтанып, сол нәрсені жаңағындай жақсылығын көре білу керекпіз. Барлық нәрсе сол ниеттен басталады. Өте дұрыс айтасыз. Солай. Жалпы мен өзім батыстың қызым ғой, Орал қаласынан. Мен өзім де оңтүстікке өте таң қалам. Өзім 15 жасымда осы Алматы қаласына келдім. Жалпы мына шымкенттіктерден де, оңтүстіктерден де үйренеріміз әлі көп. Неге десеңіздер, бұл халық ең бірінші еңбекқор, екіншіден жоқ деп айтпайды, үшіншіден кез келген нәрсеге өзгеруге, дамуға дайын азаматтарда. Жалпы біздің Қазақстанның сервисін көтерген оңтүстік азаматтар деп айтар едім мен. Неге десеңіздер, солардың арқасында сервистің қандай екенін көре отырып, біз де өстік деп ойлаймын. Ол кез келген өңірге қатысты. Және де мына қазақтың ширақ аяғы ұзарып, оңтүстіктен көп батысқа барып, батыстан жаңағы оңтүстікке келіп, сөйтіп біз бәріміз бір-бірімізден жақсылықты үйреніп, жаңа өзіңіз айтқандай, өсіп біліп жатырмыз. Әр уақытта өсуге дайын болайық, жоқ деп айтпауға тырысайық. Енді жаңа ақыл депозиті бойынша мен сізге айтып кетейін. Мен екеуін де білем, бұл ақыл депозиті және де сақтандыру бағдарламалар бар. Екі бағдарламаның негізгі функциясы ол бір. Егер сіздер білсеңіздер, оқыған болсаңыздар, осыдан 1,5-2 жыл бұрын жаңағы білім беру министрлігі хабарлама берді. Болашақта жаңағы гранттың, бакалаврға бөлінетін гранттың саны азаяды. Неге десеңіз, мемлекет тарапынан параллельді тұрғыда қазір көптеген өнімдер беріп жатыр. Кез келген ата-ана өзінің баласының біліміне өз ақшасын қамтамасыз ету керек. Оған мемлекет сен ақша жинаңдар деп бұлай тастап атқан жоқ. Ол мемлекет айтып жатыр, міне сендерге бағдарлама, сол бағдарламаны қолдана отырып, кез келген өзіңіздің балаңыздың жақсы білім алуына мүмкіндік алыңыздар деп отыр. Мысалға, кеше Астана қаласында қанша мың бала жаңағы Назарбаев мектебіне оқуға түсуге барды. Оның сыртында сол жаңағы бала саны көбейтілген 2, сол жаңағы 40 мың адамдай ерсіл-қарсылы жүрді жаңағы Нишқа оқуға түсуге. Нишқа Назарбаев зияткерлік мектебіне неліктен балаларын ата-ана дайындайды? Неге десеңіз, олар сол мектепті тәмамдай отырып дұрыс университетке түседі деп ойлайды. Бүгінгі таңда кез келген баланы, кез келген өз баланың даму аясында университетке түсу мүмкіндігі бар. Оған мемлекет 2 опция береді. Бірінші опция, сіз кез келген банк арқылы ақыл депозитін жинайсыз. Ол халық банк арқылы болмақ. Ол қандай да болмасын ақыл депозитінде қатысатын банкте. Ол жерде сәл пайызы көптеу, ол жерде жаңа тез ақша жинау мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Ал екінші өнім, ол ақыл депозит жайында сіз күшті жазғансыз, екінші өнімі сақтандыру компаниясы арқылы. Ол жерде жаңағы әрі депозит сияқты жүреді, сақтандыру компаниясы өзінің пайызын төлейді, мемлекет тарапынан мемлекеттік ол жерде жаңағы пайыздық мөлшерлеме төленеді, сыйақы төлейді мемлекет, жаңағы госпремия сияқты. Одан кейін жаңағы кез келген жиналған ақшаның үстіне қандай да болмасын сома шығады. Егер нақтылап айтатын болсақ, мысалға, қазір мен осы эксперт ретінде есептеп, сізбен сөйлеспестен бұрын қарап отырдым. Егер мысалға ақылды отбасы банкте қаратын болсақ, мысалға табыс 17%-ға дейін табыс алу мүмкіндігі бар. Ал сақтандыруда ол жерде пайызы төмен болуы мүмкін, бірақ ол жерде мынандай мықты нәрсе бар. Менің жаңағы осы жерде қаржыгер ретінде мен пайызға емес, кез келген азаматтың өмірін сақтандыруға жаңағы кеңес берер едім. Неге десеңіз, жаман айтпай жақсы жоқ. Біз білмейміз. Кез келген ата-ана көзі тірісінде қандай да болмасын балаға білім беруге мүмкіндігін қамтамасыз етуге тырысады. Бірақ біз білмейміз ғой, Алланың берген жасын жасаймыз, көп жасаймыз ба, жас жасаймыз ба, тек Алла біледі. Сондықтан кез келген ата-ана егер өзіне жаңа ақыл депозит сияқты сақтандыру компаниясында сондай өнім ашса, ол қандай да болмасын бағдарламасын, сол өнімді пайыздық мөлшерлеме ала отырып өзінің өмірін сақтандырады. Ол өзінің қандай да болмасын сомасын есептей отырып. Яғни ата-ана
бір ата немесе бір ана, әкесі баласын немесе шешесі баласын сақтандыруға мүмкіндік бар. Егер бұл өмірде ол баланың мектеп бітіргенге дейін анасы немесе әкесі өмірден өтіп кеткен жағдайда сақтандыру компаниясы әкесі немесе анасы қанша сомаға өмірін сақтандырды, сол сома толық қанды сақтандыру компания тарапынан жаңа баланың білімін қамтамасыз етеді. Яғни бұл айтқан кезде орыс тілімен алдын ала берген өсиет завещание. Яғни кез келген уақытта әкесі, анасы немесе жаңағы ол жерде қандай мүмкіндік өмірден өткен жағдайда немесе қандай да болмаса инвалидтік алған кезде әке шешенің орнына сақтандыру компаниясы оны сақтандыру оқиғасы ретінде санай отырып баланың жоғарғы білім алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Осындай айырмашылық қарапайым тілмен мұра десек. Мұра, өсиет, мұра десек те былай, осы мұра көбірек келетін шығар. Сондықтан осындай екі өнім бар. Сондықтан ол сіздің өзіңіздің жаңағы ізденуіңізден және де өзіңіздің есебіңізден, оның ішіндегі жалғыз басты әкелерге, жалғыз басты аналарға мен осы сақтандыру компаниясы арқылы сақтандыру полисін ашуға рекомендация берем, кеңес берем. Неліктен? Неге десеңіздер, бұл жердегі түбі, бұл жерде мен сіздерге жаңағы қазақтар айтады, Құдай сақтасын, не айтып отыр деп мүмкін бір кісі айтып отыр мүмкін, бірақ Құдай сақтасын деген ол әрине жақсы. Бірақ ертеңгі күнге сенімді болу үшін, әр баланың білімді болуын қамтамасыз ету үшін кез келген ата-ана дұрыс өнімді таңдай отырып, өз баласына қазір бұл ақыл депозиті болса да, ол жаңағы білім бағдарламасы болса, сақтандыру компаниясы арқылы. Екі жағдайда да кез келген азамат тек ақша жинау ғана арқылы. Неге десеңіз, жаңағы айтып отырмын ғой, егер әр балаңызға қазақта мақал бар, 6-дан бастап жинасаң асады, 7-ден бастап жинасаң жетеді дейді. Кішкентай бала 18-ге келіп университетке түспей қалған кезде аспаннан салбырап түспейді. Көз алдыңнан ішіңе біткен бірінші айдан бастап сен балаң бар екенін білесің. Сөйтіп 18 жасқа шейін кез келген ата-ана баланы үлкен өмірге дайындау керек деп ойлаймын. Оның ішіндегі біздің салауатты жаңағы қоршаған орта қамтамасыз ету аясындағы ең бірінші біздің ата-ана ретінде беретін нәрсеміз ол білім. Тәрбиемен бірге қатарласа білетін білім. Сондықтан сол білімді кез келген ата-ана 10 мың теңге болсын, 15 мың теңге, 20 мың теңге болсын, жинап қазірден бастап балаларын стрессқа салмайтын. Кеше мен статустан көрдім, плакат алып алыпты, балам, мен саған сенем деп. Егер баласы ертең түспей қалса не болады? Ол не деген кішкентай 13 жастағы балаға не деген берілген жүк деймді анау. Сонда мен түсінем ата-ананы, әрине ол ондай нишқа тапсырышы оған бәлен сом ақша оның несіне төлеген шығар, жаңағы оқушысына, қосымша пәндеріне төлеген шығар. Бірақ егер сіз балаңызды қазірден бастап, біздің орта мектепте білім бар. Біздің Америкаға, Еуропаға кетіп қалған біздің ата-аналардың балалары о жақта отличник болып жүр. Осы сияқты троечник болып жүрген бала. Неге десең, біздің қазақ елінде білім бар. Қазақ елінде мықты мұғалімдер, мықты азаматтар бар, балалар тәрбиелеп отқан. Біздің өзіміздің орта мектеп жақсы білім береді. Ары қарай баланы қинамай, өзін қинамай, стресске түспей, спокойно балаңды орта мектепке барғыздырып, білімін алғыздырып, ары қарай ақшасын жинатып, кім болам дейді, соған түсіру керек. Неліктен? Мысалға мен банк саласында жұмыс жасаған кезде резюмемен келеді жұмысқа. Банкте жұмыс жасағысы келеді, бірақ өзі аграрныйдың жаңағы продовольственный товардың технологы. Ол бірінші, екінші деңгейлі банк деген ұғым жоқ ода. Сондықтан бала, неғып сен сонда аграрныйға түстің десем, әке-шешем әйтеуір ақша төлемесін деп, әйтеуір ауылдан келету мақсатында любой қай жерге түстім, сол жерге кете бардым дейді. Сонда біз кімді алдап жүрдік? Бала өзінің орын таппаған, білімсіз, басқа жерге жұмысқа барғысы келсе, өз біліммен жұмыс істегісі келмейді, басқа білімді ол алған жоқ. Сондықтан осы бағдарламаның бірде-бір астары, мен бірінші ана ретінде айтамын, екіншіден қаржыгер ретінде айтарым, осы егер жастайынан балаларыңызға ақша жинасаңыздар, ұтатын тек ата-ана ғана емес, бала да ұтады, ата-ана да ұтады, қоғам да ұтады, мемлекетіміз де ұтады.
сонда біз бақытты елде өмір сүреміз деп ойлаймын. Неге десеңіз, кез келген бақытты баланың ол тек бақытты балалық шағында емес, үлкен өмірде де бақытты болу керек. Үлкен өмірде бақытты болу дегеніміз өзінің сүйген жұмысында, сүйген мамандығында. Ол мына кейбір кезде бір скорый шақырғанда көресің ғой, жап-жас, көзі мөлдіреген, мына кісіге не істесем екен деген жаңағы фельдшер, медбраттар келген кезде қуанасың да, мә осындай жылы сөзбен сені қуат беріп тұрады ғой алып тұрған кезде. Сондай жылы көзді, ашық мінезді, жылы сөзді, өз ісін сүйетін мықты мамандар болса екен деп ойлаймын. Неге десеңіз, бұл біздің өміріміздің де, еліміздің де, Қазақстанымыздың да кез келген отбасының тікелей болашағына бірде-бір әсер етеді деп ойлаймын. Енді мен бұл жерде кішкене жалпы айналып келген кезде сөзі бар ғой, қазақта сөз бар ғой, болатын бала ар жағынан білесіздер ғой, жанып тұратындар болады. Кейбіреулер бар, қанша түсіндірсең де мүлдем қыстырмайтын азаматтар болады да. Бірақ қандай бала болмасын, менің түсінігімде өмір сүрудің мәнін үйретсек жеткілікті деп ойлаймын. Мен де кейде ана синдром отличникамен өмір сүріп, ойбай бүкіл логарифм, тангенс, катангенс асты үстіне дейін бірдеңке синусоиды, косинусоиды, мынандай диаграмма, бірдеңе жаңағындай не дәлгі графиктерімен, одан кейін кеше физиканың бір заңдарын есіме түсіп, термодинамиканың бірінші екінші осыны қай жерде өмірімде пайдаландың дәулет деп мен миыма сондай да. Мысалға біз кейде сол балаға керісінше коммуникацияны көбірек үйретсек, заңды көбірек үйретсек, қаржылық сауатты үйретсек, жаңағы менде неткім келмейді, ата-ана ретінде балама ойбай мен саған сенем дегенде ол дұрыс емес. Ол кішкентай 12-15 жастағы балаға не деген сенім, ол өзінің жасын 40-қа келіп бүкіл балаңа сенімді арттырып қою деген нәрсе, жауапкершілікті артып. Жоқ, қолынан келе ме жаса, қолынан келмей ме жасама. Мен дана кейде мысалға, мен енді жарайды, қазір мысалы депутат деп уже 3 жыл болды ғой, менің балаларым осы депутат болғалы сабаққа барды делікші, мен ешқашан не баға сұраған емеспін. Мен үнемі айтам, мұғалімді көрген сайын айтам, сіз әділетті бағасын қойыңыз балама. Сол арқылы менің балам мықты болады деймін. Сол арқылы өзі жігерленеді, мүмкін намысы оянады, мүмкін піседі деп. Кейбір ата-ана бар, мысалға, баласына 3 қойса, болмаса 4 қойса, неге менің балама 4 қойдың деп мұғалімді, өткенде бір мұғалім жазады да, кешкі уақытта Дәулет мырза мен жылап жатырмын дейді, мұғалім жазады. Неге десем, біреудің баласына мен 4 қойып едім дейді. Шешесі келіп, әкесі келіп, білмеймін, бір жерде жұмыс жасайды, мені сотқа беремін, жұмыстан шығарам деп мен жылап жатырмын дейді. Не деген сондай, білмеймін. Сіз балаңыздың қабілетіне қарасаңызшы, мен түсінем. Балаңыз келіп өзінің сабағынан 5 болып тұрса, пожалуйста, онда болады сұрауға. Ал енді балаңыздың шамасы жетпей жатса, мұғалім жазады да маған, баланың шамасы әрең 4-ке жетеді. 4-ке жетпейді ол бала, таза 3 дейді де мысалға. Бірақ мен қойшы жарайды деп көтермелеп 4 қойып едім, әке шешесіге баламын. Сонда деймін, баланың барлық мектептен отличник жасау керекпіз бе? Үйтуге болмайды. Мен үнемі айтам осы нәрсе. Өзімнің Жанбота Жантөрен класс жетекшісіне барамын да айтам, сүйегі менікі, еті сіздердікі. Ол осы баламды тәрбиелеңіздер. Не істесеңіздер де, бірақ жаңағындай енді өлтіріп қоймайды да, бәрібір де, ұрып соқты дегенді де мен көрген жоқпын. Бірақ мен айтам, менің атағыма, менің абыройыма, менің қызметіме қарамаңыздар. Өзінің әділетті бағасын алсын. Біз шыны керек, мен балама таза қазақ тілді берем, қазақша оқытам, қазақша бүкіл контент, кітап бәрін қазақша оқытқаннан кейін, біз орыс тілге қиналып жатырмыз, шыны керек. Орыс тілде қазір 10 балдық шкала ғой. Орыс тілден менің ұлым 7 алады, 8 алады, арасында бір 9 алады, әйтеуір сөйтіп жүрді мысалға. Сондықтан соған қиналып жатырмыз. Бірақ мен оған келіп, мұғаліміне келіп, сен неге 7 қоясың менің балама деген нем жоқ. Сондықтан қаншама ата-ана отыр, біз түсінігімізді өзгерту керек. Баланың шамасына қарау керек. Біз оны келіп, бет албатып өтірік коронный бесік деген бағаны жасай бермеу керек. Біз қаржылық сауатты тәртіпке де неге де кетіп қалдық, Әсел Жарасқа. Енді менің балам менен сізге қарағанда едәуір үлкен ғой, 45 жастамын қазір. Үлкен ұлым менің 23 жаста, одан кейін ұлым 19 жаста. Менің үлкен ұлым сізге көп көрім, көмекші болып өткенде мен енді риза болдым. Білемін енді балаңыз 11 бітіп жатқан кезде сіз ата-ана ретінде ойбай ОБТС қалай болады деп уайымдап,
бірақ өткенде қараймын, бүкіл нәрсенің барлығын жасап, мені көліктен күтіп алып, шығарып салып, тағы бір нәрселерді салып, мен айтамын да жолда енді гүлге тоқтайықшы дедім. Сол кезде де машинаны былай қойып, уже мен шықсам машинаны былай дайындап қойып, оның да бүйтіп қалыпты ғой. Міне көрдіңіз бе, біз сондай навыктарды үйрету керекпіз. Ал енді сенің бәрі миына бүйтіп бүкіл формула, бүкіл жаңағы физика университетте оқыған теорияңды миына сіңдіріп алып, мектепте 11 жыл оқыған теорияңды миына сіңдіріп алып, оны практикада қолдана алмай жүрсең, сен адам емессің. Маған да кеше бір оқырман жазды: Дәулет мырза, сіз айтасыз ғой, үнемі білімдінің күні жарық дейді. Мен мектепті бүйттім, сөйттім дейді де, мен қазір жұмыс таба алмай жүрмін дейді. Кешіріңіз, ол жұмыс табу деген нәрсе, ол сіздің жаңағы оңтүстіктің әңгімесіне келеміз де қазір. Соған сол коммуникация, дос табу, адаммен сөйлесе алу, міне осындай дағдылардың барлығы болу керек. А не так миыңда тек қана тангенс, катангенс, косинустың формуласы емес. Мен сізге айтайын, сол үлкен ұлым мені КТЛ-ді бітірді. Үлкен ұлым. Қазақ, түрік, ағылшын, қытай тілі, жаңағы ағылшын тілі таза сөйлейді. Екінші ұлым менің Назарбаев мектебін бітірді. Айтайын дегенім, одан кейінгі менің үшінші ұлым бар, Қаратайым. Ол қазақша жөнді сөйлеу білмейді, сақау болды, 4 жасқа шейін бала сөйлемеді. Біз тіпті сақау болып қала ма деген қорқыныш болды. 4 жаста әйтеуір психологтардың, логопедтардың көмегімен тілін орысша шығардық. Сөйтіп, содан кейін орыс тілді болып кетті. Қазір көп деген уақытта мен көшеде келе жатқан кезде, мысалы, балалар айтып жатты, қазақша сөйле, бір нәрсе деп айтып жатады да, мен өзімнің баламның орысша сөйлейтініне басында ұялатынмын. Қазір сәл ұялуды қойдым. Неге десең, мен соны қабылдадым. Айтайын дегенім, мынау, мен екі үлкен ұлды, мен енді жаңағы 23 жыл аналық өзінің рөлімді атқарған кезде, үлкен ұлымды да, кіші ұлымды да қолдарын линейкамен соқтырып оқытқыздым, шын айтайын. Жаңағы сіз айтқан сияқты апайларын айтатын, проблема жоқ, шымшып алыңыз. Шымшып көгеріп кетсе қайтамын, ештеңе етпейді. Мен көрем, сіз көрем, басқа ешкім көрмейді оны. Ал енді мына кішкентай 3-ші бала бізде сабақты шамалы оқиды. Мен сразу айтайын, апайын айтам, апай, бізге 4 те керек емес, 5 те керек емес, көптің бірі болып жүрсін. Бірақ менің кішкентай ұлым өте мықты сурет салады. Қазір соның қабілетін қарап, мен одан үлкен ұлым сияқты, мен одан математик шығара алмаймын. Мен оның бағытын көріп тұрмын да, мен сол қазір біз сол жаңа сурет салу аясында оны дамытып, жақсы мектепке беріп, өнер мектебіне беріп, қазір соны дамытып жатырмыз. Айтайын дегенім, баланың барлығы математик болып, баланың барлығы Назарбаев мектебіне, КТЛ-ға түсу мақсат емес. Мысалға, менің ортаншы ұлым Назарбаев мектебінде оқыған кезде намаз оқыды, оған тиым салынды. Өте нагрузка большая, мұрнынан қан ағып жүретін кездерде болды. Сондықтан соны іліп алып кеткен оның математикалық қасиеті ғана. Негізі физматта оқыды ғой. Ал егер қазіргі мына кішкентайды апарсаң, ол саған 100 рет мен саған сенем деп жазып тұрсаң, ол жұмыс жасамайды ол жерде. Сондықтан айтатын ата-аналарға осындай ақыл депозиті және де қандай да болмасын сақтандыру осындай программалары сіздің балаңыздың орта кәсіпке бейімделу және сол кәсіби мамандық алуға және де жоғарғы білім алуға мүмкіндік беретін, өзінің қалаған оқуында оқитын мүмкіндік беретін жаңағы нәрселер. Сондықтан осы жерде міндетті түрде еске салайын. Баланы жақсы көру деген ол күнделікті оған тәтті дүниелер алып беріп, немесе айтқан нәрсесін алып беру емес. Баланы жақсы көру деген оның ертеңгі білімін қамтамасыз ету, сол білімді болуын қамтамасыз ету. Осындай программаларды мемлекеттік міндетті түрде қолданыңыздар. Бір қолмен беріп, бір қолмен алады. Ол мемлекетте де, адамда да. Сондықтан мемлекеттік тарапынан жаңағы гранттық орындар азайып отырады жылдан жылға. Және де жаңағы ақылы түрде көбейіп отырады. Сол кезде ақылы түрде көбейіп отырған кезде жинаған ақшаңыздан қиналмай соның бәрін төлеп отырасыздар. Күшті эфир болды деген ойдамын. Бұрын 1 сағаттық эфир, одан асқан эфирлер сақталмай қалып жататын. Бірақ қазір сақталады ғой деймін, қателеспесем. Сондықтан эфирді міндетті түрде сақтап қоямыз. Пікір жазыңыздар, қалдырыңыздар. Мүмкін болса Әсел Жарасқалиқызы да сол комментарийға жауап
беріп жатады. Енді қол Жауап тиіп берейік жатса саған. осындай бір демалыстарда шыны керек уақыт тауып эфир жасаған жақсы негізі. Әрине. Бірақ ана жұмыстың несімен, проблемамен миын ашып, кейін сосын мына жақта бала шағаның сабағы бар, бала шаға шығады, ойбай анда барайық жұмыстан шыққан кезде де мысалы сонымен кейде уақытта эфирге жетпей қалып жатады. Кейде эфирге кіріп қалсам болды, бүкіл проблема депутаттың қолында тұрған сияқты, оны да жазып жатқан кезде ана кейбір негативтен кәдімгідей шаршап қаласың шыны керек. Бірақ енді арнаулы тақырыптар болса, соның төңірегінде сөйлеп, соның төңірегінде нақты сұрақтар қойылса, ол әрине жақсы болатын еді деп айтқым келеді. Сол эфирді сақтап қоямыз. Ақша жинаңыздар, мақсат қойыңыздар, бастысы армандарыңызды сатпаңыздар. Армандарыңызға берік болып соңына дейін барсаңыздар, ол міндетті түрде соған жетесіздер деп айтқым келеді. Сонымен қатар Әсел Жарасқалиқызының ана YouTube каналына барған кезде бірнеше оқырманға енді қосымша ана дәулеттен валюталар, одан кейін кітап береміз дедік. Енді оны сіз өзіңіздің по-моему инстаграмыңызға жаздыңыз. Одан бөлек YouTube сілтеме бар, соны да қараңыздар. Ақша коды осы Әсел Жарасқалиқызына қаржылық сауат төңірегінде жауапкершілік, еңбек, садақа, қайырымдылық жайлы жақсы подкаст болды. Енді мен өзі депутат болғаныма 3 жыл болды. 3 жылда осындай көп сұхбат беремін ғой, бірақ өзімнің әр жылда мені шынайы аша алған 3 сұхбат болған екен. Ол біреуі бірінші жылы депутат болғанда, бірінші жылы Дина Төлепбергеннің сұхбаты болды, ол YouTube'да тоже бар. Екінші жылы депутаттығымда ол Дана Нұржігітке берген сұхбат. Үшінші жылымда мінекей Әсел Жарасқалиқызына берген сұхбат. Дәл осы сұхбат мен барынша ашылып, барынша көсіліп берген сұхбатым, сондықтан көріңіздер. Рахмет, өте күшті сұхбат болды. Енді бұл жердегі бізде әр нәрсе ниеттен басталады ғой. Ниетіміз түзу, таза, әр қазақ бай қуатты болсын дейміз. Байлық дегеніміз не? Байлық дегеніміз ол біздің аман жүргеніміз, байлық дегеніміз ол біздің бауырларымыздың, балаларымыздың, әке шешеміздің аман болуы. Сондықтан аман болайық. Бар байлығыңызды даладан іздемей, үйіңізден іздеңіз. Бар байлығыңыз ол денсаулығыңыз болуы мүмкін. Ал біз қаржылық сауаттылықты үйрете отырып, кез келген қазақ тілді қауымның баюына септігіміз тигіземіз. Бай болу сіз ойлағандай қиын нәрсе емес. Сондықтан біздің подкастымызды қараңыздар. Ол жерде енді мен білетін Дәулет басқаша да ашылып, өзінің шын ниетімен күшті нәрселер айтты. Шыны керек, әу деген қазақтың көп деген азаматтар хабарласты. Маған айтады, мә қалай Дәулетті мен басқа жағынан көрдім, қалай күшті айтып жатсыздар, екеуің бір-біріңнен асып айтып жатсыздар дейді. Мен айтамын, бұл біздің ниетіміз шығар, ең бірінші. Сол еліміз болсын деген ниет. Қазақта мақал бар, болсын деген, болмасын деген оңбасын дейді. Сондықтан бір қазаққа тілеулес болайық. Бір қазақ еңкейген кезде, құлаған кезде бір-бірімізді итермелеп, отандық өнім шығарайық. Қазақтан сауда жасасын. Енді біреу мені патриоттық сезімге беріліп кетті деп айтар, бірақ мен ұлтжандымын. Ұлтжанды болуға мен тиістімін. Неге десеңіз, әр қазаққа болыспаса, басқа ұлт келіп бізді болса қоймас деп ойлаймын. Сондықтан еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, еліміз дами берсін, әр қазақ бай қуатты болсын. Үлкен рахмет, Дәулетжан, ниетіңе рахмет. Әр қазақ үйлі күйлі болсын, әр қазақтың дәулеті артсын. Осымен эфирді аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет үлкен. Алла разы болсын. Рахмет сізге. Сау болыңыз.